Қайырлы кеш оқырмандар, бүгінгі талқыланатын әңгіменің бірі, мәселенің бірі деп те айтсақ болады, жасанды сұлулық пен шынайы сұлулық. Бүгінгі студиямда әріптесім Айман Сағаттай, журналист. Қош келдің, Айман. Айман, қазір жасанды сұлулық дертке айналып бара жатқандай, иә? Иә, дертке айналып бара жатыр. Оны жасырмаймыз. Неге десеңіз, жасанды сұлулық оның ішінде ерін өсіру, жасырын емес, төс өсіру, басқасында өсіру немесе арықтаудың амалы қылып, мысалға, түрлі ота жасау, ол да мен ойлаймын, Алланың қаһарына тию деп. Соның салдарынан, әйел, қыз болсын жасап жатыр ғой. Бұл Алланың жаратылысына қарсы шығып жатырмыз да. Біз, мысалға, Алла бізге тән берген жаратылысты, келбетті біз өзгертіп жатырмыз. Құран аятында да бар ондай сүре, аятта бар, 119-шы деймін, қателеспесем. Сонда жынның сөзін келтіргенде, қазақта шәріп деп айтады ғой. Мен Алланың жаратылысына өзгеріс бұйрық жасаймын дейді да. Сонда халық болсын, адамдар өзгереді дейді. Ол аят бар. Сондықтан бұл жерге сол дүние келе жатыр. Оның салдарын жарайды, әйел адамдар бүгінде ернін өсірді, сән дейміз, бірақ ол кезде біздің оның зардабын балалар тартып жатыр. Неге? Қазір екінің бірі ЗПР, ЗРР, мысалға. Ол аутизм, балалардың тілінің кеш шығуы, экологияда бар, экологияны да айтамыз, бірақ бұл Алланың қаһарына тиюі. Айман, міне өзіне қарап отырсақ, өзімде шынайы сұлулық, менде де шынайы сұлулық, режиссер Айнұрымыздың да шынайы сұлулық, негізі біз негізінде қызыл кітапқа енуіміз керекпіз. Себебі қазір шынайы сұлулықпен қыз келіншектерді табу қиынға соқтырасы керек. Екінің бірінде ерін жасалған, осы ерін жасау арқылы еріні бар, мынау көздегі қиықтар бар, түрлі. Содан кейін қарайсында біздің қазақтың қыздары инкубатор сияқты. Бір-бірінен айнымайды. Солай ғой, солай жасалып жатыр. Барлығының түрі бірдей. Неге ол тренд ба, сән ба, мысалға, қасында құрбысы немесе өзің араласатын ортасы делік, мысалға, ерін өсірді ма, екіншіде өсірді, ол жарасады ма, жараспайды ма, мысалға. Ол неге деп ойлайсың өз басын? Неге ол қайталайды? Сананың бұзылуы ғой ол. Ал менің ойымша бұл іштегі комплекс сияқты. Неге? Комплекс деген дүниені білем, мысалға, егерде болады ғой жаратылыспен. Қоян ауыз дейді, мысалға, таңдайы бір ақау болса, жаса, сен комплекс ұста. Ал енді Алланың жаратқан түріне кері жасап, мысалға. Мысалы, менде де комплексім бар, мысалы, ернім, астыңғы ернім кіші да менің. Бірақ мен ондай комплекс ұстамын, өйткені Алла мен осылай жаратты. Оған жоқ, бұл жерде сән ғой, сән қуалап кеткен ба, мысалға, біреу жасады, сол санамен менде де жасау керекпін. Анау арықтап жатыр, қазір интернет барлығында, мысалға, интернетте бүйтіп жатырмыз, мысалға, веки дейді, орысша, мынау көздің сызығы, онда да егерде Алла оны жаратпаса, білініп тұр ғой, бәрі искусственный екені, жасанды екені. Менің ойымша, мысалы үшін, ол комплекс. Ол комплекс себебі неге оны қайталап жасайды, Ол өз-өзін қабылдамай тұр деген сөз ғой енді адам. Егер ол өз-өзін Алланың жаратқан мынау сұлулығымен қабылдаса, ол адамда комплекс жоқ. Дәл менде, мысал үшін, ешқандай комплекс жоқ, себебі мен Алланың берген мынау әдемілігіне қанағат. Сен оған қанағат тұтып тұрсың. Оны қайталау, мысал үшін, ол комплекс себебі ол өз-өзін қабылдамай тұр ғой. Демек, ол өз-өзінен ұялап деген сөз ғой. Оның барлығына, мысалы, көпке топырақ шашуға да болмайды. Дегенмен, мысалы, оны комплекс деп қана. Мен, мысалы, комплекс деп қана айта алмаймын. Мысалға, бір үлгідегі киімді алайық, мысалы, біреуіне ол
по фигуре жарасуы мүмкін, біреуіне жараспауы мүмкін. Дәл сондай. Ол біреу жасады деп екінші жасауы мүмкін. Жарайды ол жасасын, бірақ оның ертеңгі салдары бар ғой. Салдары бар ғой оның. Мен сенен көріп, мына бір жидені алдым дейікші, оны сатып алдым да киіп алдым, оның ешқандай зияны жоқ қой енді. Ал енді мына түрлі жаңағы инемен жасалатын дүниелер ғой, оның барлығы ол денсаулық. Ол денсаулық. Қолыңды кесіп алсаңда да ол да ауырады мысалға. Ал енді ана жерде кәдімгі ота жасап, біреу айтады, ол енді эстетикалық тұрғыда дегендей. Ол да ота жасаудың өзі ол тілу деген сөз мысалға. Алла берді, оны тіліп кәдімгідей басқаша. Оның неше түрлі қышқылдар құяды мысалға. Тері мен еттің ажырасуы болады. Ажырайды ғой енді екеуінің арасында жаңағы не кіреді? Қышқылдар ма, воздух па, немен үрлейді оны ерінді мысалға. Оны білмейді екенінде. Соның барлығы ол уже ерінге деген не береді да мысалға, қисайы мүмкін ертең еріні. Оның последствиясын ешкім ойлап жатқан жоқ. Бүгінгі күнмен, бір күндікпен ше, бүгін қазір жасалып алады. Мен он негізі енді көбінесе ұлдардан сұрау керек шығар. Ол шынымен де сондай жасанды сәнмен жүрген қыздар ұнай ма жоқ әлде өз кәдімгі Алла жаратқан түрмен жүрген. Ол еді ер адамда тәңді сұрақ шығар. Дегенімен мен санайым бұл дұрыс емес. Ерін ол бір бөлек. Қазіргі заманда адамдар, жаңағы әйелдер мысалға толық әйелдер артық майынды алып тастап, оғанда да ота жасап жатыр. Мысалға, отаның астында жатып, кәдімгі наркозын алады. Олда да адамға ертең оның бір салдары да болуы мүмкін. Бірақ мысалы өзіңде де спортпен айналса, неге адам еңбектенгісі келмейді, мысалы спортпен айналысы келмейді, физикалық тұрғыда жаңағы жаттығуларды жасағысы келмейді. Бір немен операциямен ота жасайды да майды алып тастағысы келеді мысалға. Оңай жолы дейді ғой. Оңай жолмен. Сол сияқты мен қазір. Бірақ оңай жол емес ол. Оңай жол емес. Құрбандыққа шығып. Қазір мысалға әжімді де мысалға Алланың берген жасын жасаймыз, картаямыз, ол табиғи нәрсе, құбылыс ол табиғи. Ертең мысалға әжім түседі дегендей бәрімізде бар. Оны да алып тастап жатады мысалға, артық терді алып, ол да дұрыс емес. Өзіме кейде мынау әйел адамдарда, жасы келген әйел адамдарда әжім түсе бастайды ғой несіне. Соның өзі оған жарасымды әдемі болып көрінеді. Ол табиғи құбылыс. Өмір бойы балаша әжімсіз жүре алмайсың ғой. Оның өзі әдемілікте. Әдемі қартаюда да әдемі мысалға. Мен енді Аллаға шүкір 5 баланың анасымын мысалға. 5 баланың анасы деп айтпайсың. Қарын өсті, әжім, балашаға енді. Бір әжім жоқ сенің бетінде. Бірақ ешқандай пластический ота ешқандай жасамаймын дегенмен бар ғой мысалға жаңағы кремдерің жақ, уход жаса, бетіңе ол тұрғыдан жаса, бірақ отаға өзім қарсымын. Менің өзім комплексім бар, менде сепкіл бар. Алланың берген сепкілдер болады ғой енді. Біреулер әдемі деп айтады. Бірақ сол үшін де мысалға мен көбінесе даже жаңағыдай косметологқа бара қоймайым қатты. Өйткені мен бетімді ұстатқанға ұнатпаймын да. Ал енді ерінді өсірту деген енді ол ерсі. Ерсі? Мынау көз, мысалшын, кейбіреулер мысалға ана жерінде мысалға әжім болды деп, оның өзі кейде әдемі болып көрінеді. Ол да мысалға. Ол кезіге де жаңағы немене салат дейді? Ине, ботокс. Ботокс. Атауын да білмейміз ғой. Мынау жаңа ерінді жасату, кеудені жасату, басқа да дүниелер жасату. Ол құрбандық біреу үшін тұра ма ол дүние, өз-өзіңді құрбан ету? Жоқ, сонда ойлайсың ба, ол біреу үшін жасалып жатыр? Ол біреу үшін жасап жатқан шығар енді. Басқа кім үшін жасап? Біреуге. Жоқ енді. Біреу үшін жасауы мүмкін, немесе жаңағы басқалармен жарыса жасауы мүмкін, немесе жаңағы өзін айтқандай. Жоқ, енді тұрмыстағы әйел адам, баласы бар, күйеуі бар, ол кімге ұнау керек? Күйеуі неше жылдан бері әйелім мысалға сол кәдімгі ерінмен көрініп жүрді, сол енді бүгін келеді да, ол өсіреді мысалға, ол кімге жарасқысы келді? Әрине қоғамға, ол айттың ғой, қоғамға біреуге ғой енді. Қара отырсам, мысалы жасағандарды өзің көріп отырсың, күнделікті,
қазақтың мынау бет әлпеті жойылып бара жатқан сияқты. Қытайға ма, кәрістерге ма сондайға қарай ұқсап барады. Иә, біз өзіміздің Алланың жаратылған енді әр ұлтқа тән өзінің бір ерекшелігі бар. Соны жаратты. А біз оны бүгінгі күні жойып жатырмыз. Шынымен ол рас, оны жойып жатырмыз. Менің ойымша, бірінші себебі ол іштегі комплексі, екінші себебі біреуге ұнау үшін, үшінші себебі өз-өзін жақсы көрмеу. Өз-өзін шынайы тұрғыда жақсы көрмеу. Әйел адам өз-өзін жақсы көру керек. Ол өз-өзін жақсы көрмеген соң, біреуге ұнау үшін, қоғамға немесе ер адамдарға ұнау үшін енді барады да басқаларға ерттеп, ана қыз жасады, ол қызға ер адам қарады, демек, мен жасасам, маған да ол ер адам қарайды деген сияқты түсінікпе. Тұрмыста жүрмеген адамдардың түсінігі. Ал енді тұрмыстағы адамдар ше, әйелдер. Енді тұрмыстағы баласын туды, күйеуге шықты. Бәлкім ол тұрмыстағы әйелде өзге ер адамдарға ұнағысы келетін шығар, қайдан білесің? Инстаграмда, желілерде тек қана жасанды сұлулық қана жарнамаланып жатыр. Өзің қарашы, Инстаграмда ашып қарасан, бір шынайы сұлулықтан мен көрген бір постар бірақ Инстаграмда көбіне жасанды сұлулықпен, блогерлері болсын, әртістердің жартысы болсын, жасанды сұлулықпен жүр. Жоқ, енді соларға топырақ шашпай қойық дегенмен, мысалға, әдемі боянып алсаң экран алдында, сен де әдемісің, жасанды сұлулықсыз да кәдімгі Алла жаратқан кейпімен сен де әдемісің. Ол үшін боянып алғаннан кейін, мысалға, үйде жүрген кейпімен Инстаграмға түсе қалмайсың ғой, әлеуметтік желіге. Боянғанда бәрі әдемі. Шынайы сұлулығы спортпен айналыс, таза жүр, өз-өзіңді күт. Ең бірінші өзің айтқандай, адам өз-өзін шынымен де жақсы көру керек. Өз-өзін қабылдай білу керек. Мен осылай жаратты, яғни мен осындаймын деп қабылдай білу керек. Содан кейін бар ол дүниені жасатпайды. Сен өзіңде трендке айналасың. Иә. Сен өзіңді жақсы көрсең, онсыз да жасанды дүние жасамай, мысалы, ерін өсірмей, басқа да өсірмей. Өйткені ол сенің, мысалы үшін, әр адамның өзінің бір әдемілігі бар. Ол жан дүниесімен әдемі болады. Біреуінің көзі әдемі болуы мүмкін, біреуінің ерні идеал адам жоқ, Айман. Әрине, біреу мысалға сөзімен тартымды болуы мүмкін. Мысалға, адамның бәрі, әйелдің барлығы әдемі, Алла үйтіп солай жаратқан әдемі қылып, бір жер тартып тұрады. Дегенімен сол дүниеден арылмау керек қазақ әйелі, мысалға. Қазақтың әйелі, қазақтың қыздары өз келпінде, өз қазақ деген сұлулығымен қалу керек. Өйткені бүгін өзгерсек, өзің айтпақшы, бүгін бір жерлерімізді өзгерсек, қазақ деген құндылығымыз кетеді, қазақ деген келбетіміз де жоғалады. Дегенімен эфир соңында ғой, ерін өсіріп, басқа жерлерін өсіріп, өзін комплекс деп айттық қой. Сондай дүниеге жасап жатқан қыз әйелдерге айтарын ренжіп қалмасын. Мен өзім ренжітуден қорқам да негізі. Адам деген ренжімеу керек. Дегенмен ол енді ащы шындық. Бірақ шындықты қабылдай білу керек. Қабылдау керек. Ренжу ол бір бөлек дүние. Ол кеңес ретінде біздің бүгінгі айтылып отырған тақырып. Айман, олар ренжісе де ол адамдардың мәселесі. Бұл біздің ойға келсес пе, келіспейсіз бе, ол өздеріңіздің еріктеріңіз. Дегенмен ойға, сөзге мән берсеңіздер, бұл жерде үлкен сана жатыр деп айтқым келеді. Алланың алдында барлығымыз бірміз, сондықтан қандай келбетті берді, қандай жаратылысты берді, сол қалыпта қала берейік. Рахмет, Айман. Аман болайық.